Сталинді ақсақ темірдің өмірбаяны қатты қызықтырған екен. Оны пір тұтқанда болуы керек. Өз ныспысын Сталин деп ауыстыруына осы жайт себеп болған деседі. Сталин ақсақ темір туралы тереңірек білу үшін оның қабірін ашып, зерттеп көру жөнінде қаулы шығарады. Осыған орай 1941 жылы мамыр айында антрополог Герасимов пен шығыстанушы Семенов бастаған арнайы экспедиция Самарқанға аттанады. Оның құрамында академик Қараниязов, кинооператор Каюмов және ұлы қолбасшы жайлы керемет шығарма жазуды армандап жүрген жазушы Садреддин Айни де болады. Олар өз жұмысын Гур-Эмир кесенесінде жатқан темірдің 4-ші ұлы Шахрухтың қабірін зерттеуден бастайды. Оның сүйектерін қазып алуға 3 күн кетеді. Одан соңғы кезек темірдің немересі математик-астроном Ұлықбектің қабіріне келеді. Мұнан соң Әмір Темірдің сүйегі қайда қойылғаны жөнінде экспедиция мүшелері біраз таласады. Олардың алдында 3 түрлі нұсқа бар еді. Әуелгісі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи, екіншісі қолбасшының туған қаласы Шахризабз болса, үшіншісі сол Самарқандағы Гүр-Эмир болатын. Осының алдында ғана ғалымдар темірдің Алтын Ордамен болған шайқастарының бірінен қайтқан кездегі тас белгісін тапқанды. Қазір Эрмитажда Питерде сақталып тұрған ескерткіш тасқа араб және шағатай тілдерінде 1391 жылы Темірбек Шағатай өзінің 200 мың әскерімен Тоқтамыс ханға қарсы жорығынан қайтып келе жатып, осы тасты ұлы жеңістің белгісі ретінде халықтың есінде сақтап жүру үшін орнатты деп жазылған болатын. Осыны жалау етіп Семенов Түркістаннан іздестіруді ұсынса, Садреддин Айни Самарқанды іздеген дұрыс деп оған көнбейді. Себебі Гүр-Эмирдегі бір моланың үстінен ерекше құбылыс байқалатынын және ол қабірден шығатын бүйе өріс басқалардікінен әлде қайда күшті екенін тілге тиек етеді. 17 маусым күні темірдің қабірін қазып алуға кіріседі. Семенов тақтай тастағы араб тілінде жазылған қабір жазуларын оқиды. Онда былай деп жазылған екен: егер де кім өр көкіректікке басып, ата-баба қабірін ашып әруақтың тыныштығын бұзса, онда оны ең сұмдық қарғыс атсын. Қарғыс атсын деген сөзді оқып, бәрінің де зәресі ұшады. Жұмысты тоқтатсақ қайтеді деп ішінара ақылдасады да, алайда Сталиннің бұйрығы ше, оны орындамай көр. Салмағы 3,5 тонналық тас тақтаны көтергенде шынжыр шарт етіп сынады. Шынжырсыз әрекет жасауға көшіп тас тақтаны астына жуан ағаштар домалатып, өлдім талдым дегенде астына кіретін жол ашады. Бірақ ол жерде ешқандай мәйіт жоқ болып шығады. Сөйтсе астыңғы жағында және бір тас тақтамен жабылған екен. Оны да үлкен азаппен ашып бола бере, өз-өзінен еш себепсіз электр жарығы өшіп қалады. Мұнан соң шай ішу үшін сыртқа шығады. Мәлік Каюмов шайханаға келсе, 3 ақсақал отыр екен. Сен де мұна қабірді қазып жатқандардың арасында барсың ба? Деп біреуі бұдан сұрайды. Мен бастығымын ғой, деп бұл әзілдейді. Онда мұна кітапты оқы. Егер Әмір Темірдің қабірін қазатын болсаңдар, айтпады демеңдер, алапат қырғын соғыс басталады. Мәлік олардың қолындағы кітаптан шындығында да осы сөздерді оқиды да, осы жайтты дереу экспедиция бастығына жеткізеді. Осы кезде жазушы Садреддин Айни оттамаңдар деп шалдарды шайханадан қуып шығады. Шалдар кетіп бара жатқанда Каюмов олармен тағы да тілдеспек болып артынан жүгіреді. Алайда олар көзден ғайып болып үлгерген екен. Тіпті көшедегілердің еш қайсысы да оны көрдім білдім демейді. Сол кітапты содан кейін еш жерден кездестірмедім деп еске алады Каюмов. Ғалымдар шырақ жағып жұмысын одан әрі жалғастырады. Мәйітті тауып ашқан кезде кәдімгідей адамның жүзі жарқ ете қалады да, кенеттен бу көтеріліп, әлгі адамның орнында тек қаңқа жатады. Каюмов түсіріп үлгермейді. Шамамен бойы 190 сантиметрдей адамның скелетін бұлар біртіндеп жоғарыға шығарады. Бұл шаруаның бәрін атқарып бітемін дегенше қас қараяды да, әбден шаршаған мүшелер тұяқ серпуге шамасы келмей ұйықтап қалады. Бұл 21 маусым еді. Ертесіне таңертең Германия тұтқиылдан соғыс ашты да, мына оқиға сол жаманат хабардың көлеңкесінде қалып қойды. Ал Герасимов қолбасшының сүйегін алып Мәскеуге ұшып кетті.
Көп замай Каюмов соғысқа аттанады да Рыжев қаласында Жуковқа жолығады. Ақсақ Темірдің қабірін қазғандағы жайттың бәрін түсіндіреді. Соның ішіндегі шайханадағы 3 ақсақалды да айтады. 1943 жылдың басында Сталиннің бұйрығымен Ақсақ Темірдің сүйегі өз орнына қайта жерленеді. 2 күннен соң кеңес әскерлері қазіргі Волгоградқа келіп қалған жаудың бетін бір жола қайтарады. Осыдан соң кеңес армиясының соғыстағы тірлігі алға басып, жау тек қана артқа шегіне береді. Антрополог Герасимов қолбасшының қаһарлы мүсінін жасап шығарады. Кейін Сталин Гур-Эмир кесенесін жөндетуге көп ақша бөліп, қалпына келтіреді.